Академиялық адалдық мәселелері мен келешегі. Осындай тақырыпта Оралдағы газ, мұнай және салалық технологиялар колледжі қабырғасында ерекше форматтағы облыстық семинар ұйымдастырылды. Батыс Қазақстан облыстық білім және ішкі саясат басқармалары мен Жайықтаңғы қоғамдық бірлестігі жетекшілері өткізген семинар академиялық адалдықты қорғауға арналды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Тұңғыш рет өткізіліп отырған семинарда академиялық адалдықты дамыту үшін озық халықаралық тәжірибелерді талқылау, академиялық адалдықты дамытуды зерттеудегі әдістермен бөлісу және принциптерін нығайту мәселелері талқыланды. Семинар барысында Орал қаласы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдері баяндама жасады. Облыстық семинарға колледждердің директорлары мен орынбасарлары, жалпы педагогтар қатысып, ой пікір алмасты. Елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауында 4К деген принципті қабылдағаны мәлім. Осыған орай облыстық білім басқармасы басшылығы оқу орындарында академиялық адалдық мәдениетін енгізіп, қалыптастыруды қолға алды. Бұл өзекті мәселе. Тек қана колледжда емес, университетте де бар. Өкінішке орай қазір деген тек әлемде емес, біздің Қазақстанда да көптеген ғалымдардың, көптеген саяси қызметкерлердің де көптеген мақалаларында, диссертацияларында сондай плагиат табылып жатыр. Егер біз мектептен бастап колледжда, университетте соны қалыптастырмасақ, онда біздің жаңа жобаларымыз қаншалықты шынайы болатынына күмән бар. Күнделікті өмірде көп кездесетін академиялық адалдық мәселесі туралы Назарбаев зияткерлік мектебінің шетелдік мұғалімі Кристиан Сарелли мырза мен осы оқу орнының тарихшысы Сабыр Ерғалиев академиялық адалдықтың халықаралық тәжірибесі және даму деңгейін зерттеу әдістері туралы дәйекті мысалдар арқылы баяндап берді. Олардың айтуынша адалдыққа тәрбиелеу бала жастан қолға алынуы шарт. Начинать, наверное, надо с малого, во-первых. Академиялық адалдық принциптеріне баланы сәби шағынан тәрбиелеу қажет деп ойлаймын. Себебі бала жастан біреудің ойын қайталау немесе сілтеме жасамай біреудің мәтінін, яғни еңбегін көшіріп алу жақсы әдет емес. Ондайда адалдық туралы айту да қиын. Бір сөзбен айтқанда, адами қасиеттерге бағыт сілтеу қоғам үшін маңызды. Сол себептен баланы дер кезінде адалдыққа тәрбиелеу керек. Академиялық адалдық қай салада да үстемдік құруы ләзім. Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арнаған стратегиялық бағдарламасы мақсаттарының бірі білім саласында оқушылардың бойына академиялық адалдық қағидаттарын қалыптастыру болатын. Бүгінгі студент ертеңгі маман. Сондықтан оқушы немесе студент идея авторына сілтемесіз біреудің ойын ұрлау, мәтінін көшіріп иемденуге мүлдем жол жоқ. Жалпы біздің Батыс Қазақстан облысында 4 жоғары оқу орнында бұл академиялық адалдық мәселелері енгізілген. Оларда осы антиплагиат және мынау емтихандар қабылдау кездеріндегі басқа мұғалімдердің қабылдау сияқты бұл мәселелер енгізілген. Біз енді бұл мәселелерді жаңағы колледждерде енгізуді жоспарлап отырмыз. Семинар барысында колледж және мектеп педагогтары Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесі негізінде академиялық адалдықты зерттеудің әдістері, оқу жүйесіндегі тұтастықтың принциптері және тақырыптары бойынша пікір алмасып, дәрістер оқылды. Лоқпан Елеу, Рүстем Исжанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.